О, таза болды. О, нормально, да? Нормально? Бу, испугался, не бойся, я друг. Түріңді көріп, ұзақ ойлап кеттің ба? Көзім көрмеді. Йоу, бәріңе сәлем достар, сендер бәлде тегемейін. Чақылдатпасыншы ананы, кім чақылдатып отыр? Видеоны түсірткізбей, мынадай қылсыңдар. Барыңдаршы болды. Йоу, бәріңе сәлем достар, сендер бәлде тегемейін. Ерда және де менің жанымда кім бар деп ойлайсыңдар? Әділ қайдан келді каналға, и бүгін біз кереметті қызықты бір видео түсірейік деп жатырмық. Конечно, сіздер біліп тұрған жарыстар қандай видео екен. Қазір сразу бастасақ болады деп айтсам да болады, ал сіздер болсаңыздар міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Ал біз бастайық, ал түсіндірейін қалай болатынын. Короче, бізде міне мынандай ыстық, суық деген сияқты ой бойын айтып бастап жібердіңіз ағай. Көріп алайық деп жатырмық қой, негізі қалай жазылып тұр деп. Міне суық, ыстық деп жазылып тұр, и мына шкала қайсыған түседі, мысалы қазір суыққа түсті, значит сіз суықты ішетін боласыз. Түсіндіңіз ғой да? Жоқ. Неге ты сразу так айтасың, неге? Баса бермін сен. Давай саған суық түсті. Короче, мына жер көріп отырғаныңыздай бізде 2 шай бар. Осы 2 шайдың сіз, значит, қазір суығын ішесіз. Жоқ, ой. Білем сізге суығы ұнамайтын. Әсіресе әділге соқтардың суығы вообще ұнамайды. Так что... Дәм ұнамайды маған. Ішесіз ба? Жоқ. Ол ішесіз ба деген сұрақ емес. Ішемін. Ішесің. Сондай жауап болу керек. Ладно, есептемейміз. Мынаяқтан қазір серьезно бастайтын боламыз. Давай, біріншісін сен баста, екіншісін мен бастайтын болам. Давай. И қандай түседі? Май. Айлап кеп қайтадан суыққа түсем ба? Көріп отырсаңыздар, мына жерде, короче, мынау салқын шай, кәдімгі ұстап көр өзің, кәдімгідей холодильникте біраз уақыт тұрды. Бір күн тұрды ма, білмеймін. Сен братан қанша ұзақ тұрды әйтеуір. Мынау ыстық шай қазір ғана құйып алып келген, әдемі болып тұр. Так что біз ішуді болсақ. Қазақ болған соң ыстық шайдың қандай кайф екенін білесің бар ғой. Мен точно бір күн тұрды ма, брат, мен ұстай алмай жатырмын ғой. Иә. Айба, мороженое оны ғой. Ну мен тура мынау сияқты ішпейтін шығармын енді. Ішесің да, ішпейсің. Біз қандай зат түсті, біз әділ соның бәрін бітіру керек деген емес ше. Иә, бәрін бітіру деген. Егер әділ ішіп бітіре алмаса, онда біз Красавчик дейміз ғой. әділ черт деп жазып кетеміз комментке. Суыққа ұнады, суықты ұнатпаймын ғой. Уже ғой, прям жестко жаман бар ғой. Тура мен қалай іштім, тура солай ішсең болады ғой. Мынау ертең бітеді, онда мен асықпай ішемін ғой, брат, мен. Жоқ қамайын дейсің да, қылқ еткізесің ғой. Жылтып жатыр, көрдіңіздер ма? Бас дейді, ева. Әділ бас дейді, достар, ева. Нормально, достар. Что-то бітіре бастады. Келесі раундқа қарай кетті. Вот, короче, достар, енді келесі мен басатын болам. Ыстық банан менікі. Банан түрін көрдіңіздер ма? Айбы, мұз бар ғой, кәдімгі немнеден шыққан. Сәл-пәл ерігені болмаса, а то бұл мұздай суық. А мынау, прям жылығы кайф қой. Вот сез көрші? Кайф, е? Көрсе бір. Просто почувствуй. Ева. Айбы, бірақ қолым тоң кетті. Өзің ұсташы, ұстатқызбашы маған сұп-сұқ бәлелеріңді. На такой степени қатты ғой мынау екен. Қатты. Менікі кайф бар ғой, жылы, рахат прям. Қандай? Помощь оператора деген ше. Оператор жеп көресіз ба? Көмектесіңші маған. Оператор көмектесесіз ба? Суық банан жеп көруге көмектесесіз ба? Суық банан жеп көрмекті. Давай көріңіз емесе. Помощь қой. Ондай помощь жоқ енді. Қатты ма? Тісіңіз тоңып отыр ма? Жостық тоңып отыр ма?
Иә, білем. Ал мен болсам өзім бананды с кайфом просто жей берем. Жып-жылы кайф просто. Вот Әділдің последний порциясы, давай, қиналма. Қинал, бірақ та қиналма. қиналма. Мына жерде Әділ банан жеп бітті. Құттықтаймын. Рахмет. Надеюсь, сізге ұнаған сияқты, түріңізді айтып тұр. Сұрамасам да түсінікті. Ұнап тұр да. Короче, ал енді біз келесі өзімнің ыстық тамағыма қарай кеттік. Короче, достар, бізде міне мынандай заттар, мынау белгілі болып тұрған шығар, мынау ашылған біраз, бұл ыстық міне. Біраз ыстығы келіп жатыр. А мынау ойбай, суықты ұстағың келмейді бар ғой. И қазір Әділ екеуміз көретін боламыз, кімге ыстық, кімге суық түсетін. Суық, давай. Дуалау жоқ бұдан кейін, ё-ма, достар, дуалау натуре жүзеге асып кетті. Мінекей. Әмі қалай? Күшті жып-жылы. Күшті. Әбір менікі суық болады. Уже жеп алды? Чё-то ема мынау мұз шығып келе жатыр мына ішіне. Ема түрін қараңыздар. Айбай. Ема. Тіліммен, тісіммен же деп тісте қалып едім. Тісін тоңып кетті ғой. Екіні ортаны тістер түсіп кететін дей ма? Иә, тыққам. Сіздерде тіске киетін куртка бар ма? Куртка бар болса комментке жазып кетіңдерші, мен сатып алам. Әдемі кетті ғой дейме? Ё-майо. Негіз қанша күнін салдым білесің бе? Налар 3 күн тұрды. Серьезно? Серьезно, без прикола. Холодильниктің асты бар ғой, мұздатқыш, сол жерде 3 күн тұрды налар. Красавчиксың. Нормально. Күшті. Менде сезім 2 рет алдым ғой. 2 рет. Мороженое ғана етіміз, ё-ма, не білем. Келесі қандай болатын көрейік. Короче, достар, қараңыздар, бізде келесі қандай раунд. Бізде мынандай энергетик бар. Китайский энергетик. Міне, мынау ішінде мынандай ғой түрі. Китайский Red Bull. Айбай, қолым тоң кетті. Натуре ма? Көрсей. Көр. Ёп! Жестко, да? Короче, енді осыдан кімге суық, кімге ыстық түсетінін көреміз. Кішкентай саусақпен басам. Қара, везет. Суық, хорош! Опа, сына. Уже бітірді. Энергия ма? Я. Айбай. Ема. Сколько шейла, да? Жестко суық, да? Айбай, қолым тоң кетті. Бір нәрсе істеу керек. Ты кашкейді болды. Ондай Көрсетпе. Еба. Будто бір мороженое жеп атқан сияқты болып отырм бар ғой. Ема. Да, ішесің ғой, мына жаққа барады ғой. Мына аяғым мұз болып қалды. Өкінішті, конечно, но шынды айтайын, маған қазір абсолютно бәрібір. Менде де достың көмегі дегенде қолданғым келіп отыр осы моментте. Мынау просто битті. Ондай достың көмегі. Ладно. Көрдіңіздер, достың көмегі қандай болатын. Все, менде де саған. Ладно, отвечал, давай допусти его. Давай. Қалай кәліспе кетті? Өтіргі аузын толтырып алды. Желге толтырып алды. Ну ладно, жарайды.
Ну, нормально ішіпті, иә. Бірақ әлі де суық. Подписчиктер үшін келсе үшін брат. Айба, тісім тоңып отыр. Болдым достар. Келесі раундқа қарай кеттік. Короче, көріп тұрғандарыңыздар, мына жерде 2 алма тұр. Мына алма мұздай суық, мынау жып-жылы көрініп тұр. И және де біз мына жаққа тағы да бір ыстық пен суықты қостық, чтобы 3-3 болу үшін. Так что, Әділ, сіздің кезеңіңіз. Давай. Ойбай. И Әділ қандай түс өткен Әділге? Алмас, суық алма қалай болады екен? Қазір Әділден отчетін көретін боласыздар. Мен ыстық алмамды алып. Ого, ема бұл. Ыстықтан дәмі басқаша болып кеткен мынау, ебай. Дәмі бір түрлі болып кеткен мынау. А мен бітірдім уже. Мен мынаны ертеңге дейін жеймін бауырым. Қойшы, жестко ма? На, тістеген қарасаңдаршы мынаны. Абазақ. Уже өлейін деп отырмын. Ондай жесең бітірмейсің бүгін. Давай, по-мужской. Адай. Түрін қараңыздар. Короче, достар, бізде келесі қандай зат десеңіздер, құрт. Мынау көріп тұрғандарыңыздар, ыстық құрт. Ыстық болып тұр, мынау. Ыстық қаласа, суық қаласа, кайф болып қалады екен соғысатын. Короче, енді ыстық құрт, суық құрт кімге түсетінін көретін боламыз. Давай әлі бірге басайық. Бірақ мен аламын да. 1, 2, 3. Құрттың ыстық. Ыстық. Ыстық құрт. Мынау біраз езіліп тұр бар ғой. Бірақ бәрібір де қатты болыпты. Меніңкі ыстық болғанмен, бірақ та бәрібір қатты болып тұр. Мынау вообще қатты ғой. Ничего, суық. Ойлаңыздаршы, ыстық болып тұр. Меніңкі біраз қатты болып тұр. Значит, суық болып Әділдікі қандай болады. Аяма, қатты. Көмектесін ма? Жазыңдар, көмектесем сендерге құрт істеуге. Келесі қандай зат болатынын көрейік. Короче, енді бізде келесі қандай зат екенін көріңіздер. Міне, колбаска, сосиска, китайский еще. Мынау жұмсағы, ыстығы, то есть. Мынау... Ой-ема. Әділ. Хочешь прикол? Жоқ, бетіңе емес брат. Жоқ, бетіңе емес. Бір қолыңды берші. Қатайып тұр. Қатты ғымды. Кеттік бас. Ыстық. Қос көрейік. Не, давай біз еще қос көрейік. Болмайды ғой, брат, мен уже бас қойдым, брат. Мен уже бас қойдым. Все, это мое рахмет. Мам прям ыстығы сүйіліп жатыр. Қойшы. Ыстық тамақ жеп жатқан сияқты ма? Әйтеуір бағана суықтан ше, суық құрттан. Мына ыстық болған үшін резко тісім ауырып жатыр. Қойшы, ыстығында бар. Ал енді мен мына қатты дубинаны қалай жейтінін білмей тұрмын. Асыра алды. Давай, сразу. Істеуін тісім тоңып қалды. Сразу. Бәрі, нағайсың. Красавчик. Болды. Не жеп бітірдім. Келесі раундқа қарай кеттік. Блин, болмады әлі мынау. Короче, достар, көргендеріңіздей бізде міне мынандай китайский зат. Мынауы... Айбай. Суығы. Мынау... Кайф. Мынау болыпты маған. Давай енді. Давай, оператор, сіз бас көрсеңізші қолыңызбен. Қандай түс еткен? Зуа. Ашты мен кәдімгідей. Тема. Суығын сезіп жатыр, жестко сезіп. Мен біраз сразу бүйтіп нығай салайын ба дедім де, істейтін кезде Давай, нығай салсай, давай. Мен де нығадым ғой, мен сияқты нығай алмайсың ба сенде де? Сенде де құлағың бар, үш мұрның бар. Давай.
Давай, түкірме. Давай, түкірме. Все нормально? Көмектесейін ба тістеуге? Тісіңе сал, тісіңе. Давай, келесі. Все, нормально ма? Жұрт енді. Енді біз келесі раундқа қарай кеттік. Короче, міне келесі бізде кәдімгі обычный қазір уже почти барлық магазинде бар латяу. И осы латяудың көріп тұрғандарыңыздай мынау ойбай қатты. А мынау жұмсақ. Ал біз мына жақта көбейттік па? Көбейтпедік е? Қазір көбейтіп алайық, сосын барып басатын боламыз. Давай. Басыңыз. О, давай. Сейчас смело. Суық түсіріп бер тағы да. Смело. Давай. Жұмыстан қумаймыз сонда. Зарплатаңыз көбейтем біраз. Көбірек болады зарплата. Бастай берем. Жылы кайф. Соңғы біреу қалды. Әділде соңғы біреу. Менде де соңғы біреу атайды. Көрдің ба, сен мен бірде жеп жатырмын ғой, суықты. Чотам ба? Мен по-любому уже бітіріп қойдым ба? Әділ ма? Ерда ма? Мына жерден көзден жас ағып отыр ғой, вкус поражения дегенді сезіп отыр. Жоқ, победа. Только победа. Келесі раундқа қарай кеттік. Достар, короче, көріп тұрғандарыңыздай бізде мына жерде ыстық лапша тұр міне. А мынау сап-салқын холодильниктен шыққан лапша. Ал енді менің очеретім ба? Так, короче, мен бұны былай мұрныммен басқым келіп отыр. Мә, көреміз не түседі. И ух, деймін, оказывается, зубы бар екен ғой. Шуқ дейді. Жоқ, мен ыстық лапша жеген жақсы көремін. Так. Мен суықтың дәмін көрейін. Суық лапша қандай болады екен, ема. Ух, кайф екен, дәмі? Салқын дәмі жоқ қылдан осы. Уау, енді мен очень ыстық. Жып-жылы кайф. Менің дәмі жоқ, суық. Бән. Түсірмей мен бұндай видео. Суын шамайм. Жігіт суын ішсем, мен ертең уже подписчиктерге видео монтаждап айтпейтіп нағыламайтын болам. Көбінесе салқын заттар онша емес екен. Реально сөз шыны керек, или морозильникте көп тұрған үшін ба, әйтеуір сондай болды. Осы уақытқа дейін көргендерге үлкен рахмет. Сіздермен болған мен Ерда, және де жанымда Әділ и барлықтарына давай.